Отырыңыздар, жей отырыңыздар. Өздеріңізге шайғанда сырған ғой, тоқсандарды тағып, қазақта досыңның асын дұшпаныңдай шалма деген сөз бар. Алла жей отырсаңыздар. Құрметті ханымдар, бір өлең екі өсек айтты, 2 жылға сотталып кеткен екен. Сәл ғана сарқытқа салмайын ендеше. Өзі мынау әйел деген қауым бір-бірі екі әйел 8 жыл бойы бір түрмеде бір камерада отырып, 8 жылда екеуі бірдей шығып есіктің алдына шыға тағы 2 сағат әңгіме айтқан екен. Бұл әйелдің әңгімесі бітпейді, құрметті ханымдар. Ендеше сәл ғана сабырлыққа салсақ, біздің бүгінгі ойымызды әлде қалай асқақтатып жатамыз деген ойымыз. Ойламаңыздар, мына алдымызға келіп, тосыннан қосылған ұлдар кім болды? Бұл қай бала? Жас болса да басшылық қылып тұрған қай бала демеңіздер. Өзі мына баршаңызға белгілі, Батыс Қазақстан облысында белгілі Айсер Ақын ағамыз бар, есім қосып айтып деген. Сол Меліс ағамызға бірден бір шатқылу келіп, Меліс аға, сен ертең емессің деп жатқан екен. Әй неге десе, өйткен сен армияға бармағасың депті. Сол кезде Меліс ағамның поэзиясымен айтқаны, соларды сендіруге серт еттік, сендерге жаратады тектектік, армияға бармадым деп айтасың, 2 жылменен шекетін ергектік. Ақымыз ғой жалғызалға жарлаған, қалмеймен арбаусы қаймаған, қауыланды сержант болды дейсің де, алтымызда армияға бармаған деп. Сол ерекше алдарымызда армияға бармаған, әлі әйел алмаған, ойбашандардан бір олар, Асқар кластастарымыздың шәкірті, Бағдәулет деген асыба мен болам. Міне, сіздердің сыныптастарыңыз Асқар Ешиев ағам бүгінде осындай бір дәрежеге жетіп отырған жайы, ұлығының өскеніне қызығын көресің десе, қазірде мен тұсаған шәкірттің қызығын көріп отырған жайы. Міне, өзінің тойында, мені өзінің сеніміне артып шақырған жайы болатын болса, сіздерменен жүздесу, сіздерменен кездесу, мына бізге де арман болар. Ендеше мен осында сіздерді қаншама жыл бойы тәрбиемемен саналарыңызға қаншама сан ойды құйған осындағы сынып жетекшілерімен арнайы ортаға шақырған жөн сынадым. Атап айтқанда, төрімізде біздің сынып жетекшілеріміз Рыскүл Оралбаева апайымыз, неміс тілі сабағының мұғалімі, және де Бөбеласының ұстазы Шара Жетіпбаева апайымыз математика пәнінің мұғалімі, А класының ұстазы. Келіңіздер, той төресінен. Келіп тұр, мына менің ойыма, санамда ой. Осы тойда қызықтығы тәмамда ғой. Осындағы сіздердің мұғалімдер, баршаңыздың екінші анандай ғой. Екінші аналарыңызға бір қошеметті жасап қойыңыздар, шәкірттер. Құрметті апайлар, 30 жыл бұрын осы шәкірттер бұрынды қызбенен осындағы Қайрат ағама ұқсап шашы өсімгі жігіттер болып бітірген еді. Міне бүгінде әрқайсысы бір-бір үйдің тірегі, бір-бір үйдің панасы болып отырған жайы. Мен өткенде Асқар ағамнан барып, сіздер туралы мәлімет жинадым. Өзімнің де бір жазға ақындығым бар еді, өздеріңізге былай деп өлең шумақтарын құраған жайым бар еді. Ырысгүл апайымызға кеудемізге нұр талап тұндырғансың, шәкірт етіп қолыңа қондырғансың, Ырысгүлдей
ұстаздар барынтамен неміс тілімізбен сындырғансың. Тілімізді неміс тіліне сындырған мұғалімдерге бір қошеметті жасап қойыңыздар ендеше. Ақ деп өзіңізден ендеше. Сол неміс тіліне бергендіктен екіні көбірек алғанда балдар. Сондықтан онысы ұнатпаса керек те. Жау, қуатын одан, аямай. Иә. Ал құрметті қыздарым, балдарым, келіндер, күйеу балалар, ұстаздар, мына оқушыларымның 30 жылдық жасап отырған мерейтойлары құтты болсын біріншіден. Барлығында кешегі жаңағы мына балам айтпақшы, кішкентай болып келгенсіңдер мектепке. Мұрындарыңды сүртіп қойыңдар дейтін едік. Иә. Еркектер қалып айта бермесін. Иә. Ергешпен бақты көп өтеді. Енді міне өздерің жаңағы айтпақшы, әрқайсың бір үйдің егесі болдыңдар. Иә. Балалы шағалы болдыңдар. Үбірлі-шүбірлі болдыңдар. Сонымен мектепке бал дәурен балалық шағымызды еске алайық деп жиналып отырсыңдар. Бал дәурен балалық шақ мектептің уақыты. Ол мектептің уақыты барлық адамдардың өмірден өткен нәрсе. Ғалым болсын, үлкен адам болсын, кішкентай адам болсын, барлығының алдынан мектептен өтеді, ұстаздың алдынан өтеді. Сол бал дәурендеріңді еске алу үшін келіп отырсыңдар. Бұларың өте тамаша жақсы. Жаңағы оралсамда мектепке оралар ма? Шіркін менің тазалық, кіршіксіз өмірім деп не жазыпсыңдар ғой, тақпақтары. Ең соңында айтыпсыңдар, өмірлеріміз тікенекке айналып кетпесін деп. Сол кіршіксіз өмірлерің ешқайда кетпейді, оралады. Өмірлерің тікенекке айналмайды, егер осылай етіп, достарыңменен ылғи кездесіп, достарыңменен жақсылығын бөлісіп, жамандығын бөлісіп жүрсеңдер, еш уақытта тікенекке айналмайды өмірлерің. Осы істеп отқан тірліктеріңнің өзі азаматтық, барлығында азамат болсындар.